Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Сіздерге қояр сұрағым бар. Мына фотосуреттерге мұқият қараңыз. Неліктен кезінде екі адамның өзі әрең көтеретін қаруды жасағанын білесіз бе? Ал мынау суреттегі кітаптарды кім оқыған? Тарихшылар кейбір салмағы жүздеген келі болатын бұл кітаптардың кәдеси және коллекциялық басылым ретінде жасалғанын айтады. Дәл сол тарихшылар шайқасу былай тұрсын, көтерудің өзі қиын болатын, ұзындығы 3 метрден асатын қылыштар туралы да дәл осылай дейді. Ал мынау есіктер туралы не айтасыз? Кейбірінің биіктігі 10 метрден асады. Расында осындай күрделі құрылыстар тек сұлулық үшін салынған ба? Мүмкін алыптар мен қарапайым өлшемдегі адамдар арасында күрделі қарым-қатынас туындап, оларды жойып, тарих беттерінен өшіріп жіберген бекен. Алыс емес кездің өзінде алып адамдар бізбен бірге өмір сүрген деген деректердің дәлелдеріне бүгінгі видеода назар аударайық. Бір кездері жер шарын мекендеген алыптар туралы әртүрлі халықтардың аңыздары көні бүгінге дейін сақталған. Мысалы Гомер жалғыз көзді циклоптар туралы жазды. Біздің ата-бабаларымыз да толағай секілді алып батырлар жайлы көп аңыз әңгімелер қалдырған. Халық арасында алыс емес кездің өзінде алып адамдар болған деген әңгімелерді көп тараған. Менің атамның айтуынша көрші ауылда бір кісі түскі асқа бір қойды, кешкі асқа бір сиырды жеп қоя алатындай тәбетке және алып денеге ие болған екен. Осетиндердің нарттар ертегілер эпопеясында нарттардың алыптармен күресі айтылған. Ежелгі дүние мифологиясында алғашқы өркениеттердің барлық алыптардың қолымен тұрғызылған. Үндістан храмдары, Мысыр пирамидалары, Қытай қорғанысы, ежелгі Греция қамалдары. Иә, осылардың барлығы бір теория бойынша алып адамдардың туындылары. Ацтектер алып пирамидаларды тұрғызылған ежелгі алыптар деген жазбада қалдырған. Мүмкін нағыз алыптар шынымен де болған шығар. Бірақ егер солай болса, олар із-түзсіз жоғалып кетуі мүмкін емес. Ендеше олардың іздерін тарих беттерінен іздеп көрейік. Алып адамдардың әлемдік діндегі орны. Алыптар немесе нефилимдер көбінесе Жаратылыс кітабында және Аюб кітабында айтылған. Інжіл кітабында мынандай сөйлем бар. Ол кезде жер бетінде алыптар болған. Әсіресе Құдайдың ұлдары адам қыздарына еніп, олар туа бастаған кезден бастап. Інжілде Давид пен Голиафтың оқиғасы да баяндалған. Және ол жерде Голиаф Рефаим алыптарының ұрпағы екені тікелей айтылады. Ал бұл Мұсаның Палестинаға жіберген барлаушыларының хабары. Онда біз алыптар тұқымынан шыққан алпауыттарды көрдік. Және біз олардың алдында шегіртке сияқты болдық. Жанындағы адам шегірткедей болып көрінуі үшін алыптың бойы қандай болуы керек? Бәлкім 50 метр. Жалпы бұл ойға келмейтін нәрсе. Әрине, бұл хабарлама адам бойы жайында емес, мәртебесінің биіктігі жайында болуы да мүмкін. Атақты табиғат зерттеушісі және өсімдіктер мен жануарларды жіктеу жүйесін жасаушы Карл Линней адам мен Хауа ананың бойлары 40 және 35 метр болған деп аңыздар мен діни жазбаларға сүйеніп есептеген. Құранда ең биік пальма ағаштарынан да биік болған алыптар туралы да айтылған. Мысалы, Нұх пайғамбарға кемені соғуға Уджа деген алып көмектескен. Алыптардың тұтас бір тайпасы да сипатталған. Олар адиттер деп аталды. Олардың бойлары 60 шынтақ, шамамен 18 метр болған. Құран кәрімде адиттердің тұрғылықты жері Әл-Аққаф деп аталған. Құранда Аль-Фаджр сүресінде тәкаппарланып өсиеттерге құлақ аспаған адамдарды Алланың қалай жойып жібергенінің мысалы ретінде адиттер айтылады. Адиттер үлкен денелі адамдар болған және патшалардың қол астындағы қалаларда өмір сүрген. Адиттер ұзақ уақыт берекелі өмір сүріп, тәкаппарлық танытып, таухидке шақырған Хud пайғамбарға ілеспеген. Осының жазасы ретінде адиттерге құрғақшылық жіберілді. Құрғақшылық басталғаннан кейін адиттер Алладан жаңбыр сұрау үшін Меккеге барады. Оларға 3 бұлттың біреуін таңдау ұсынылғанда, олар ең күңгірт бұлтты таңдады. Ал ол бұлт өзімен бірге дауыл әкеледі. 7 түн, 8 күн толассыз соққан дауыл адиттердің көзін жойды. Адиттерге жіберілген дауылдан тек Хud пайғамбар мен бірнеше әділ адамдар ғана құтқарылды. 1990 жылдардың басында әлемге әйгілі бірқатар газеттер ғажайып араб қаласы табылды, мифтік араб қаласы табылды, құм Атлантидасы ұбар айдарымен өте маңызды археологиялық жаңалықтар туралы хабарлады. Ең қызығы, бұл қаланың аты Құранда аталған. Бұл қаланы әуесқой археолог Николас Клап ашқан. Қазба жұмыстары кезінде табылған құрылыстардың ішінде Құранда айтылған биік бағаналар да бар. Убарда жүргізілген қазба жұмыстары көне қаланың дауылдың салдарынан 12 метрлік құм қабатының астында қалғанын растады. Буддалық дерек көздер бізге алыптардың тұтас бір нәсілі туралы да айтады. Индуизмде олар Тайте деп аталады. Көне үнді эпосының кейбір қаһармандары осы тайпадан шыққан. Алыптардың заттары.
Алыптардың бар екенін дәлелдейтін археологиялық олжалардан, алып мылтықтар мен қылыштардың жүздеген түрін мұражайлардан табуға болады. Тарихшылар бұл заттардың бәрі ақылға қонымды түсіндірмеге ие деп сендіруде. Қылыштар ғұрыптық мақсатта жасалған делінеді. Жарайды, бұған да сендік делік. Айтпақшы, еуропалық мұражайлардың бірінде түсірілген мына суретке назар аударыңыз. Алып қылыштардың жанында тұрған казактардың қылыштары. Салыстырып көріңіз. Жапония мен Қытайда да адам бойынан ұзын катана қылыштар сақталған. Міне біз 3 адамнан тұратын топтың үлкен мылтықты қалай сүйретіп жатқанын көріп тұрмыз. Тарихшылардың пікірінше, мұндай мылтық жай мылтық емес. Бұл зеңбірек, бірақ бұл тұста бір сұрақ туындайды. Адамның қолына, иығына ыңғайсыз, ал атуға қауіпсіз мылтық тектес зеңбірек жасағандары жай ма? Оның тіпті ату үшін басатын тұтқасы да алып адамның саусағына арналған. Бұл мүлдем зеңбірек емес. Қалай ойлайсыз? Мұндай мылтықтан қарапайым адам ата алады ма? Әрине жоқ. Иығы жұлынып кетер шамасы. Адам бойынан ұзын алып кітаптардың шығу тегі ғұрыптық мақсат деп түсіндірілетіні анық. Иә, бірақ олар неге соншама үлкен қаріппен жазылған? Ватикан кітапханасында мұндай кітаптар көп, бірақ онда олар көпшіліктің көз алдына қойылмайды. Есіктер неге бұлай жасалған? Ол заманда электр қуаты болмаған, сондықтан бөлмеде жарық болу үшін алып терезелер жасаған екен. Ал алып терезенің жанында кішкентай есік болса, бұл ұсқынсыз көрінеді деп, оларды да алып қылыптымыз. Олар сонда ресейлік қыстың суық болатынын және мұндай есіктер жылуды нашар сақтайтынын білмеді ма? Бөлмелерде тым биік және өте кең салынған. Зәулім терезелер, есіктер мен алып баспалдақтар бұл жай ғана сән емес, бір мақсатта салынған секілді, және бұл алып адамға өте қолайлы жағдай. Ал енді мына затты түсіндіру мүлдем мүмкін емес. Бұл үлкен сақина Эрмитажда сақталған. Ол қарапайым адамның саусағынан кем дегенде 2 есе үлкен саусаққа арналған. Мұндай өлшемдегі затты ерігіп жасай салған деген әңгіме ойға қонымсыз енді. Тарихи жазбалар. 1 ғасырдағы атақты тарихшы Иосиф Флавий алыптардың бар екеніне күмәнданбады және олар жайлы осындай сипаттама қалдырды. Денелері үлкен болды, ал жүздері қарапайым адам беттерінен ерекшеленетіні соншалық, оларды көру таң қалдырды және олардың сөйлегенін есту қорқынышты болды. 2 ғасырда өмір сүрген Пафсани Сирияда бойы 5 метрден асатын адамның жақсы сақталған қаңқасы табылғанын айтады. Айтпақшы, орыс жылнамаларында Куликова алаңында орыс батырларына қарсы шайқаста биіктігі 4 метрге жететін алыптың болғаны айтылады. 10 ғасырдың бірінші жартысындағы араб саяхатшысы Ахмад ибн Фадлан өз жазбаларында ол Хазар патшасының қол астындағылар көрсеткен 6 метрлік қаңқаны өз көзімен көргенін айтады. Орыс жазушылары Тургенев пен Короленко дәл осындай көлемдегі қаңқаны Швейцариядағы Люцерна қаласының мұражайында өз көздерімен көрген. 1577 жылы бұл сүйектерді дәрігер Феликс Платнер таулы үңгірден тапқан. Шежірелерде испан қолбасшысы Канон Ацтек храмдарының бірінен өлшемі 20 метрге жететін алыпты тапқаны және оны Папа Римскийге жібергені туралы айтылады. Осы қаңқалардың қаншасы Ватиканда сақталған және неге бірде-біреуі мұражайларда орналастырылып, халыққа көрсетілмейді? Алпауыт ғимараттар. Бүкіл әлемде алып ғимараттар мен құрылымдар табылды. Мысал ретінде Балбекті алсақ болады. Балбектен 20 шақырым жерде тас өңдеу шеберханасында салмағы 1000 тонна болатын үлкен 25 сантиметрлік гранит тасы әлі күнге дейін жатыр. Толық телген стандартты темір жол вагонынан шамамен 15 есе ауыр тас кімге және не үшін қажет болды? Ең қызығы, құрылымдар не құрылым көне болса, соғұрлым үлкен болады және тасты өңдеуі де әлде қайда мінсіз болады. Қарнақтағы ең көне ғибадатхананың көрінісі жартылай сақталған. Бұл ғибадатханада 140 бағана болды және оның биіктігі Эйфель мұнарасы сейіп кетерде үлкен. Алып іздер. Мұндай іздер бүкіл әлемде кездеседі. Міне мысалы қытайлық Сина ақпараттық агенттігі жариялаған фотосурет. Қытайдың оңтүстік батысындағы Гуйчжоу провинциясында Пинян ауылының маңында іздер табылды. Үлкен табан ізі толығымен дерлік сақталған, ал екіншісі аса анық емес. Бұл кезінде жұмсақ жерде қалған із уақыт өте қатып тасқа айналды. Осы іздер қарапайым адам ізінен шамамен 2,5 есе үлкен, 60 сантиметрден асады. Шамасы алыптың бойы кемінде 5 метр болған болса керек. Бұдан да үлкен іздер бар. Олардың ең танымалын өткен ғасырдың басында Оңтүстік Африкада жергілікті фермер Стефан Каетце ашқан. Табан ұзындығы 1 метр 28 сантиметр. Мұндай ізді тек биіктігі 10 метрде алып адам қалдыруы мүмкін. Бірақ ғалымдар, бұл із жүздеген миллион жыл бұрын жартас жұмсақ болған кезде қалдырылып, уақыт өте қатып қалғанын мәлімдеді. Смитсон институтының тізімі және археологтардың дәлелдері. Сіз 1900 жылдардың басында 1000 алып адам қаңқасын жойғанын мойындаған Смитсондық жанжал туралы естігенсіз ба?
ақш-тың жоғарғы соты Америкада мыңдаған алып адамдардың қаңқалары табылғанын дәлелдейтін құпия құжаттарды Смитсон институты елге жариялау керек деген шешім қабылдады. Енді, неліктен барлығы алып адамдардың бар болғанын жасырады дейсіз ғой? Себебі, алып адамдардың бар екені расталса, Дарвиннің және бүкіл әлемдегі эволюцияны қолдайтын адамдардың теориясы бұзылып, дін шындығы расталар еді. Сот процесінде Американдық альтернативті археология институтының өкілі Джеймс Чарвардтың айтуынша, Смитсон институты алып адамдар сүйектерін жойғанын растайтын жаңа мәліметтер пайда болды. Нәтижесінде сотқа институт кураторларының бірі ұрлап, осылайша жойылудан сақтап қалған ұзындығы 1 метр 30 сантиметр болатын адамның жамбас сүйегі көрсетілді. Өткен ғасырдың археологтары растаған бірнеше жұмбақ табылған заттар жайлы да айта кетейік. 1899 жылы Германияның Рур аймағындағы кеншілер биіктігі 210-нан 240 сантиметрге дейінгі адамдардың тасқа айналған қаңқаларын тапты. Ал 1890 жылы Мысырда археологтар 2 метрлік қызыл шашты әйел мен нәрестенің мумиялары бар тас саркофагты тапты. Түрлерінің ерекшеліктері мен дене бітімдері ежелгі мысырлықтардан күрт өзгеше. Одан кейін 1912 жылы Невададағы Ловлокта жартасқа қашалған өңірде қызыл шашты ер адам мен әйелдің осындай мумиялары табылды. Зерттеушілер мумияланған әйелдің тірі кезіндегі биіктігі 2 метр, ал ер адамның шамамен 3 метр болғанын анықтады. Оксфорд университетінің кітапханасында тарих және ежелгі дәуір кітабында Камерландта алып қаңқаның табылғаны туралы деректі жазба бар. Алып адам 4 ярд тереңдікте жерленген және толық әскери киім киген. Оның қасында қылыш пен балта жатыр. Қаңқаның ұзындығы 4,5 ярд, яғни 4 метрді құрады. 1936 жылы неміс палеонтологы және антропологы Ларсен Коль орталық Африкадағы Эльзи көлінің жағасынан алып адамдардың қаңқаларын тапты. Тірі кездерінде бойлары 350-ден 375 сантиметрге дейін жеткен 12 ер адам бір үлкен жаппай бейітте жерленген. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Польшада биіктігі 55 сантиметр болатын тасқа айналған бас сүйек табылды. Бұл қазіргі ересек адамның басынан 3 есе үлкен. Осындай алып басқа адамның бойы кем дегенде 3,5 метр болса керек. Аляскада табылған шамамен 58 сантиметрлік бас сүйек жайлы әйгілі зоолог Иван Теренс Сандерсон хабарлады. Бұл табылған қаңқалардың барлығы алып адамдардың болғанының дәлелі деп сенемін. Ежелгі дәуірдегі алып организмдердің болуы қандай да бір себептермен ежелгі уақытта болған жануарлардың көлемі ешкімді таң қалдырмайды. Барлық динозаврлар, птеродактилдер, үңгір аюлары, қылыш тісті жолбарыстар, немесе тіпті инеліктер мен алып қанаттары бар құстар ол заманның биосферасының өзі алпауыттыққа итермелеген. Зерттеушілер янтар тасындағы ауа көпіршіктеріндегі қысымды өлшеп, ол 8 атмосфераға тең екенін, ал оттегі мөлшері 38% болғанын анықтады. Бұндай қанық оттегі болғандықтан алып тіршіліктер қиындықсыз өмір сүре алады. Әрине, қазіргі биосфераға бая алыптар тап болса, олар жер басып жүре алмас еді. Мүмкін динозаврлармен бірге алып адамдар да болған шығар. Ендеше неліктен ғалымдар мұндай алып адамдардың қаңқаларын мойындағысы келмейді? Себебі ондай жағдайда адамзаттың пайда болу тарихы қазіргі тарихшылар сипаттап жатқан аз уақыт ішіне симас еді. Атақты тарихшылардың теориялары күмәнға алынып, абыройларынан айырылар еді. Мүсіндер мен сызбалар. Енді Мысырдың әйгілі мүсіндерін және папирустарын қараңыз. Мұнда алыптардың фигуралары және олардың жанында қарапайым адам фигуралары көрсетілген. Бізге ежелгі мысырлықтар құдайларды осылай бейнелеген деп айтады. Бірақ бұл расымен де сол кездегі алып адамдардың болғанын білдіретін белгі шығар. Осыған ұқсас суреттер әртүрлі мәдениеттерде де кездеседі. Пиранеси сызбалары. 18 ғасырдағы Италияның суретшісі, сәулетшісі, археологы және ландшафт шебері Джованни Баттиста Паринеси көне ескерткіштер мен суреттердің ең толық жинағын құрастырды. Мына суретке мұқият қараңыз. Бұл адамның бас сүйектері екені анық. Олардың өлшемдерін өзіңіз салыстыруға тырысыңыз. Адамдардың жанында алыптардың бар екенін байқауға болады. Немесе барельефтің жанындағы үлкен бас сүйектер мен адамдардың өлшемдерін салыстырыңыз. Қазіргі алып адамдар. Алып адамдар көп болған және бүгінгі күні де кездеседі. Федор Махнов әлі күнге дейін әлемдегі ең ұзын адам болған деп есептеледі. Оның бойы 285 сантиметр, яғни 3 метрге жақын. Бұл алыптың фотосуреттері де сақталған. Оның қазіргі ұзын адамдардан айырмашылығы Федордың өсуі генетикалық немесе эндокриндік аурумен байланысты емес. Ол толығымен сау және дене бітімі тепе-тең болды. Мына фотоларға назар аударыңыз. Оларға қарап ежелгі адамдардың бар екеніне сенбеу қиын. Қазіргі ғылым мен тарихта көптеген қара дақтар бар. Олардың кейбіреулері зерттеу әдістерінің жетілмегендігінің нәтижесі болса, кейбір мәліметтер бізден әдейі жасырылады.
Осымен құрметті көрермен, бүгінгі бейне жазба соңына жетті. Сіздерге қызықты әрі танымды болды деген үміттемін. Егер сіз осы сәтке дейін қараған болсаңыз, алып адамдай алғыс айтамын. Лүпіл басып пікір жазып арнаға жазылып қойсаңыздар, мен үшін үлкен қолдау болар еді. Сіздермен бірге болған Шакамуро. Келесі қызықты бейне жазбада жолыққанша, қош сау болыңыздар.